Сәлем оқушылар, бүгін 1 сынып математика оқулығынан 21 сабақты түсіндіретін боламын. 10 санының құрамы. Бірінші есеп, заттарды сана. Әр зат 10-нан болу үшін неше заттан қосу керек? Яғни, допты санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Оған 3-ті қоссақ 10 болады. Және де астындағы бадминтонның несін санаймыз. 5-еу, 5-ке 5-ті қоссаң 10. Және де боулингтің несін санаймыз. Ойыншықтарын 8, оған 2-ні қоссақ 10 болады. Және 4 бұрышты ойыншықтар санасақ 6 болады. Оған 4-ті қоссақ 10 болады. Және баскетбольный доптарды санаймыз. 4, оған 6-ны қоссақ тең 10 болады. Және балдарды санаймыз. Екінші есеп, 10 саны қалай алынды? Яғни 9 қызылға 1 көкті қосқаннан 10 болды. Екіншісі, 8 қызылға 2 көкті қосқаннан кейін 10 болды. Үшіншісінде 7 қызылға 3 көкті қосқаннан кейін 10 болды. Төртіншісінде 6 қызылға 4 көкті қосқаннан кейін 10 болды. Бесіншісінде 5 қызылға 5 көкті қосқаннан кейін 10 болды. Үшінші есеп, сандарының құрамын есіңе түсір. Досыңа сандарының құрамы бойынша сұрақтар қой. 5, 1 қосылған 4, 2 қосылған 3, 3 қосылған 2, 4 қосылған 1. 6-да 1 қосылған 5, 2 қосылған 4, 3 қосылған 3, 4 қосылған 2, 5 қосылған 1. 8-де 1 қосылған 7, 2 қосылған 6, 3 қосылған 5, 4 қосылған 4, 5 қосылған 3, 6 қосылған 2, 7 қосылған 1. Төртінші есеп, 10 қарындашты 3 стаканға бөліп сал. Егер 1 стаканда 3 қарындаш болса, онда қалған екеуінің неше қарындаштан болуы мүмкін? Өз нұсқаңды ұсын дейді. Яғни бірінші стаканда 3-еу, екінші стаканда 2-еу, үшінші стаканда 5-еу салуға болады. Екінші тәсіл, бірінші стаканда 3-еу, екінші стаканда 3-еу, үшінші стаканға 4-еу салуға болады. Үшінші тәсіл, бірінші стаканға 3-еу, екінші стаканға 4-еу, үшінші стаканға 3-еу салуға болады. Сонымен бүгінгі сабақ бітті. Сау болыңдар.